Ассалаумағалейкум, армысыздар. Қазақстан премьер-лигасына кезекті влог арналатын болады. Бүгін Астана мен Ақсу шеберлік байқасады. Дәл осы турда бір қызықты ойындар өте аз. Негізінен Ақтөбеге баруым керек еді. Онда да тойдың болғанынан болатсы қызық деп ақтөбелік жанкүйерлер үшін барғым келген. Бүгін аншлаг болып жатыр. Ақтөбенің орталық стадионында, дегенмен сәті түспеді. Біздегі енді алда орталық ойындар болады, соған баратын шығармын. Бүгін енді Астана мен Ақсу арасындағы кездесуге келе жатырмын. Астана менің ойымша бір емін еркін 4-0 қып ұтатын секілді. Өйткені Ақсуды ұтпаса, онда Астанадан Чемпиондар лигасына не күтуге болады. Және Ақсуда кім біледі, топ-томалақты бір интрига жасап қойып жатса. Көреміз. Блогты күтіңіздер. Сіздер секілді мен де жақсы ойыннан үміттімін. Ойын басталып кетті, қазір біз келем дегенше әлде 0-0, 11 минут артта қалған. Көреміз енді бүгін қанша гол көреміз. Ақсу қаншалықты қарсы тұра алады елордалықтарға. Қызық ойын болу керек. Астана үшін өткен жолы Астананың Мақтааралды қалай ұтқанын көрдіңіздер. Жалпы аутсайдер командалармен жақсы ойнап жүр. Бүгін көреміз енді қалай болатынын. Марин Томасовтың бағыттаған соққысы. Марин де өзі өкініп бара жатыр. Қазір мына шабуылды көрейік, және гол соғатын мүмкіндік. Абатай Имбетовке доп жетпеді, ал мына жақта 12-ші ойыншы 12 игрок Астананың фан клубы. Абатай Имбетов қазір көзді ашып жұмғанша гол соқты, және қазір көреміз. Бұл гол есепке алына ма, алынбай ма? Қолға тиді дегенде төреш айтып жатыр. Var тексеретін болады. Төрешілер. Жоқ. Жоқ, ешқандай. Мына диктор сонда футболды көріп тұрған жоқ па? Ол хабарлады, табло өзгерді, ал есеп әлде 0-0 көріп тұрсыздар міне. Дегенмен бір гол соғылды. Кездесудің алғашқы 17 минут артта қалды. Есеп 0-0 әзірге. Абатай Имбетовтың соққан голын қазір төреш есепке алмады. Енді Астана бүгін дәл осы бірінші таймда гол соғуға тырысатыны белгілі. Өзінің әлеуетін көрсетуі керек. Және егер Ақсуды ұта алмаса, бүгін Бабаян бапкердің басына бұлт үйірілетіні белгілі. Қазір міне тамаша мүмкіндік болған. Бұл жерде қорғаушылар түсініспеушілік орнап қалды. Жақсыбек пен Есімов қазір өзара түсініспей қақпашы Трофимовті күткен. Бірақ дәл сол сәтте Марин Томасов сумаң етіп шыға келді да қауіп сәт орнады. Бұрыштама доба. Керекулік команда қазір гол жіберіп қоюда мүмкін. Дәл осы стандарттан.
ойнатты. Дарбо екеуі және Марин соққы жасайды. Тамаша, қақпашы қайтарды. Тағы бір ұстама бола ма? Болмады. Аут. Брайан допты алаңнан шығарып жіберді қазір. Марин Томасов тағы да ойқастағысы келеді. Қазір оған пас шығарады ма? Астанов әдем пас шығарған. Ой дұрыс, бірақ сәтті жүзеге аспады. Ақсу жылдам қарым таша болға шығып көреді, бірақ олар емес, доп алаңнан шығып кетті. 20 минут осылайша тәмамдалуға жақын. Марин Томасов дәл қазір өз командасын алға шығарды. Тықылдаған тауық тумай қоймайды дейтін бет, міне тықылдатқан Томасов ақыры гол соғып тынды. Есеп 1-0 Астана командасы алды. Ақсу командасының қақпасына гол соққан 10-шы нөмірлі ойыншы гол ворота командасы забил группа номер 10. Енді ойын басталмай тұрып айтқан болатынмын. Бұл кездесуде Астана бір 4-0 есебімен жеңу керек деп менің болжамым бойынша. Қазір бір голды соғып қойды. Есеп 1-0, есептелмеген бір гол бар. Енді тағы бір 2-3 гол соғатын секілді елордалықтар. Дәл мына қарқынмен Ақсу неге соншалықты жағдайы мүшкіл деген маған ой келіп отыр. Неге бұл команда бір сорлап қалды? Неге бұл команда тым болмаса бір азу көрсетуге қауқарсыз? Соншалықты дәл осындай әлсіз команда Қазақстан премьер-лигасында қалай өнер көрсетіп жүр деген ой келеді. Қазір менің ойымша бірінші тайм бітем дегенше Астана тағы бір гол соғып кетуі әбден мүмкін. Вахид Масудовтың командасына таң қалып тұрмын. Бір жағы азудан айырылған арыстан секілді бір. Азу деп қойын, азу емес, кәдімгі бір күрек түсте жоқ секілді ғой, бір сүт түсте жоқ секілді мына командада бар ғой. Дым мінез жоқ командада. Шабуыл жасайды, я соққымы жасай алмайды, я бір стандарттан бір мардымды бірдеңе өндіре алмайды. Не қылған бұл командада мұндай мінезсіз, білмеймін, ойыншылар нашар ма, бапкер нашар ма, бұл командада не өзгертуге болады, өздеріңіз ойлаңыздаршы. Бүгін қазір Астана тәп-тәуір ойын көрсетіп жатыр, бірақ Ақсудың ойынын қарасаң ішің пысып кетеді. Тіпті мен мына кездесуді қақпаның артында тұрып тамашалауға ерініп қазір трибунада отырмын. Трибуна бос, ешкімдай жанкүйер жоқ. Не істеймін трибунадан келіп түсірмегенде? Бұл да бір қызық болсын. Ал қазір ойынның бірінші тайм аяқталды, есеп 1-0, елордалық команда алды. Екінші тайм басталды, есеп әлде 1-0, Астана алда тұр. Ақсу допты Айбалаңның тұсына дейін әкеледі, ары қарай не істерін білмейді, қисық-қисық басып береді. Әрине ол басқа әріптестері жете алмайды. Сондықтан бүгін керекуліктер дәл осы ойында гол соғылады дегенге өзім сенбеймін. Ал Астана әлі бірнеше гол соғатын қауқары бар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бүгінгі есеп қалай болады? Сіздер қалай болжадыңыздар? Енді бұл влог әрине ойыннан кейін шығады ғой, сондықтан қалай ойлайсыздар деп сұраған артыққа болар. Қалай ойладыңыздар дәл осы кездесу жайлы ойынға дейін? Ал ойыннан кейін пікірлеріңіз қалай болды дегенде ғой.
ештеңе өнбеді. Астанада әзірге гол соғуға асықпай жүр. Осы үшін өкініп қалу әбден мүмкін. Қазір ақсулықтар таразы басын теңестіріп кетсе, дәл осы мүмкіндіктерін мүлт жіберген үшін елордалықтар өкініп қалып жатса таң қалмаймыз. Ақсу тағы да бір шабуыл жасап көрген, тағы да сол алаңның ортасынан асады да, не істеп жүрміз, қайда баратырмыз деп өздері ойланып қалады ау деймін. Сөйтіп бас қатып, допты тебеміз ба, теппейміз ба деп жүргенде Астананың ойыншылары алып қояды. Сонымен бұл команданың шабуылы да бітеді. Жалпы Ақсудың биылғы маусымдағы білмеймін енді, не үшін бұл команда Қазақстан премьер-лигасында ойнау керек деп ойлаймын. Бірінші лигада жүре берген дұрыс секілді, дәл мына ойынымен. Өзі солай болатын да сияқты. Сіздер қалай ойлайсыздар? Ақсу биыл Қазақстан премьер-лигасында қалады ма? Ақсу командасын қолдап Павлодардан біраз жанкүйерлер келген, міне. Алға Ақсу дегенді айтады, бірақ алға барып жатқан Ақсу жоқ, шабуылдап жатқан керекуліктер жоқ. Ал астаналықтар сәт сайын гол соғатын мүмкіндіктерді мүлт жіберіп жатыр. Ал Астана арена жартысынан көбі бос тұр. Неге? Елордалық клубтың жанкүйерлері Астана аренаға келуге құлықсыз. Өздеріңіз қараңыздаршы, міне. Мына қапталда бірде-бір көрермен жоқ деуге келеді. Ара гідік бір таздың шашындай адамдар отыр. Ана жақта Астананың фанаттары да азғантай, тек мына қапталда ғана бір 3000-4000-дай ғана жанкүйер бар секілді. Ал Астана аренаға 30.000 жанкүйер сияды. Өздеріңіздің пікірлеріңізді айтыңыздаршы. Астана аренада көрермен Қазақстан чемпионатында Астананы қолдауға қашан, қалай көптеп жиналады? Пікірлеріңізді жазыңыздар. Ортақ бір шешімін тауып көрейік. Ойынның 78-ші минуты басталды, 1-0 есеп. Қазір Ақсу командасы стандарт орындайтын болады, айып соққысы. Керекуліктер соңғы минуттарда жақсы ойнап жатыр. Бұл не болды сонда? Қазір легионер ғой енді. Ақсу сапындағы легионер ғой. Осы ойыншыны біздің қазақстандық ойыншылардан артық деп шақырды ғой осы командаға. Енді шығарған пасын қараңыздаршы, мен қазір 93-ші нөмірдегі ойыншыны танымайды екен, бірақ масқара ғой мынау, не пас мынау? Қайда тепті? Дәл осылай мінезсіз, дәл осылай бір не дейді мынау? Мұңсыз ойнауға бола ма? Дәл осындай ойыншылар біздің елде жоқ па? Қазақ футболының түлектері. Отандық футболдың түлектері мынадан әлде қайда жақсы ойнайды негізі. Габышев, не істедің? Адам осылай пас бере ма қақпаның тұсына келіп? Не істеп жатсың? Ұлттық құраманың ойыншысы
Қателесті. Ароян допты жұлып алды қазір. Қалай таласады? Қалай соңына дейін ойнайды? Қазір армениялық легионерді көріп тұрсыздар. Бар өнерін ортаға салып жатыр. Қолынан келгенін жасап жатыр. Шеберлік, кәсібилік осы болар. Что не хватило Аксу? Не знаю, брат, что не хватило. Не везет нам, брат. Не закидывай, пожалуйста. Көріп тұрсыздар, қазір Ақсу қақпашының көңіл күйі жоқ, себебі бұл командада ойын жоқ. Ойын жоқ жерде нәтиже болмайды. Нәтиже болмаған жерде ұпай болмайды. Ал ол команда не істейді? Әрине жеңіледі. Ақсу жеңілді, Астана ұтты. Соң ойым. Ойын жайлы қысқаша айтты. Ақсуға не жетпеді? Көріп тұрсыздар, Ақсудың ойыншыларында айтатын сөз жоқ. Не айтады? Не айтады? Қазір көрейік қалған ойыншылардан пікір сұрап, сұхбат айтып, ең болмаса жанкүйерлерге түсіндіретін шығар, өздері неге жеңе алмай жүр. Сұрап көрейік. Ал бүгінгі ойын жайлы қысқаша бір ауыз пікіріңіз білсек, не жетпей жатыр командаға? Білмеймін не жетпей. Көреміз. Солмайым. Ойын жайлы қысқаша бір ауыз айтып кете аласың ба? Не жетпей жатыр Ақсуға? Бүгін Астанамен ойын болды. Біріншіден барлығына сәлем бергім келеді. Жетпегенде атака барлығын істеп жатыр. Тек қана осы алдыда бір нәрсе жетіспей жатыр. Оны енді Бапкер айтады. Біздің жұмыс тек шығып өнер көрсету, қалғандарын шабуылшыдан сұрау керек. Алдағы уақыттарда жұмыс істеуге уәде береміз. Тамаша, рахмет. Құраман ойындар келе жатыр. Міне бірінші орында келе жатыр Астана. Қалай болды енді бүгінгі ойын? Ойын ойдағыдай болды деп айта алмаймын. Ақсу өте крепкий команда дейді, өте осал команда. Бана турнирдің таблицаға қарамай осындай ойын болатынын білдік. Бірақ задача бізде тез гол салу болды. Қуанышқа орай Мара Тамасов гол салды, бірақ сонда да ондай счет опасный болды, еселеуге тырыстық, бірақ енді қолдан келген бәрін жасадық. Осы счет ұстағанымызға өте қуаныштымыз. Өзіңнің бірінші таймда соққан голың есепке алмады. Не болды деп ойлады? Әлі қарап та үлгерген жоқпын. Негізі қолға тиді дейді. Көреміз бұйырса. Бірақ енді өкінішті, күйдіреді. Әр гол маңызды деп ойлаймын футболшыға. Бірақ енді алда бір несі бар ғой, әріненің бір қайыры бар ғой, жақсы бір гол саларымыз борында деп ойлаймын. Өзің айтып қалдың, енді әр шабуылшы үшін гол маңызды деп, алда ұлттық құраманың ойындары үзіліс болады ішкі біріншілікте. Қалай настрой, қалай кешегі бас бапкерді айтқан тізімде болдың өзің? Көңіл күй өте жақсы. Екі ойында осы максимально ұпай алуға тырысамыз. Екі қарсыласта оңай деп айта алмаймын. Жұрттар ойлауы мүмкін, Сан-Маринде, бірақ жақсы настроймен шықпасаң бәрі мүмкін. Сол үшін жақсы настроймен шығып бірінші ойында ұтып, екінші ойында тырысу керек ұтуға. Северный Ирландия бұйырса. Мынау кеше бас бапкер ұлттық құрамаға шақыртылған ойыншылардың тізімін атады ғой тікелей эфирде. Сол кезде естідіңдер ме, өздеріңнің тізімде бар екендеріңді, әлде оған дейін звондап ескертіп қойды ма? Жоқ, тізімді сол бәріміз раздевалка деп отырып командамен тамашаладық. Осы бапкеріміздің айтқан, жариялаған списогын сөйтіп білдік, кімнің баратынын, кімнің бармайтынын. Осындай жағдайды бұрын біз енді көбіне Бразилия, Латын Америкасының ойындарында әлем чемпионатына баратын кезде білетінік. Біздің футболда бірінші рет болып тұр ғой. Қалай екен? Әсер шамалы қызық бола ма әлде? Әсер жақсы, бұндай болған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені халықта көп сұрақтар болады, осы сұрақтар не істемес үшін. Бапкер айтып кеткен дұрыс, өз ойын басқа шақыртылмаған ойыншыларға мысалы. Халық біліп, көп
мәселе туындамас үшін неге шақыртылмады деп ойлаймын. Мынау енді өзіңнің ақтөбелік екен білеміз, о жақтағы фанаттар бүгін стадионға сыймай жатыр, 28 мың жанкүйер билет алғысы келді дейді. Енді бірақ Астанада көрермендер аз болып тұр бүгін. Қалай көбейтуге болады Астананың жанкүйерлерін? Ол жағын қиын айту. Енді бұйырса задача ертең осы алдағы ала бұйырып шығып жатсақ, Лига чемпионов, Лига Европа, Лига конференция ілініп жатсақ, жинаймыз ғой жанкүйерлерді. Жай. Не айтқың келеді өзің Астана жанкүйерлеріне? Бір ауыз келген жанкүйерлерімізге осы жаны ашып, шын жүрекпен балеттетін рахмет айтқым келеді үлкен. Осылай қуанта береміз деген ойдамыз бұйырса. Сау. Рахмет, Абат, бізге уақыт бөліп мынау ойыннан кейін. Сіздерге де рахмет. Рахмет. Сәттілік тілейміз. Бұл видеоға түсе ма? Неге түсе ма? Блогқа түседі бұйырса. Міне бұл Абат Айымбетов, Қызылорданың тумасы, Ақтөбенің осы футбол мектебінің түлегі, және біздің ұлттық құраманың шабуылшысы. Көріп тұрсыздар, ойын қандай жағдайда, қалай аяқталса да, команда жеңсе де, жеңілсе де, өзі гол соқса да, соқпаса да, әрдайым өзінің пікірін айтып, матчтан кейін сұхбат беруден қашпайды. Жалпы футбол не үшін бұл? Бұл бірінші кезекте жанкүйерлер үшін. Футболшылардың өздері де осыны айтады. Бірақ кейбір футболшылар бір ауыз сұхбат беруге жарамай, екі ауыз әңгіме айтуға ерініп кететіндер бар. Негізінен барлық ойыншылар Абат Айымбетов сияқты ойыннан кейін өзінің пікірімен бөлісу керек. Себебі неге? Өздері айтады, футбол бұл бірінші жанкүйерлер үшін дейді. Онда сен ұттың ба, ұтылдың ба, мейлі жанкүйерлерге ойында не болғанын, не жетіспегенін, қандай себеппен ұтқанының барлығын бөлісуің керек. Бұл менің пікірім. Себебі бұл қазақстандық командалар, оның үстіне жергілікті бюджеттен, облыстық сол халыққа тиесілі қазынадан, халықтың салығынан түскен, осы халыққа тиесілі жер қойнауынан шыққан ақшадан түскен қаражатқа айлық алып жалақы тауып отқаннан кейін жанкүйерлердің алдында өздерінің сұхбатын беруге олар міндетті деп ойлаймын. Сондықтан Абат Айымбетов секілді біздің футболшылардан басқа ойыншылар да үлгі алса екен деген ойдамыз. Осымен біздің влог тәмам. Жеңісті күндерде жүздескенше бай кісі болайық.